Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, қадірменді Қазспорт телеарнасының көрермендері. Көптен күткен көкпардан бірінші әлем чемпионатының финалдық кездесулерінің басталуына санаулы секундтар қалды. 21 тамызда басталған байрақты бәсеке тура бір аптаға созылды. Қадірменді ағайын, дәл қазір сіздер бірінші кезекте үшінші орынға кездесу тамашалайтын боласыздар. Алдарыңызда Қытай Халық Республикасы және Тәжікстан көкпар командасы өз өнерлерін салатын болады. Ал финалда өздеріңізге мәлім Қазақстан және Қырғызстан көкпар командалары күш сынаспақ. Қадірменді ағайын, бір аптаға созылған көкпар бәсекесін тартысты әрі қызықты сәттері әрбір көрерменнің жүрегінде сақталары сөзсіз. Өздеріңіз білесіздер, алғаш рет ұйымдастырылған байрақты бәсекеге Америка құрама штаттарының ковбойлары да қатысты. Олардың арасында атақты Родеоға қатысып, бұқамен өнер көрсеткен Крид Гарник те болды. Мінекей осындай тамаша сәттерімен бұл көкпардан бірінші әлем чемпионаты есте қалды. Бұдан бөлек неше түрлі тұмсығымен құс түстеген, шашасына шаң жұқтырмаған түрлі тұлпарлар осы бәсекеде өз өнерлерін ортаға салды. Ал енді қадірменді ағайын, ендігі кезекте мен сөз кезегін комментаторларға беретін боламын. Алдағы бәсекелерді бізбен бірге тамашалаңыздар. Қазспорт арнасы қосулы болсын. Ассалаумағалейкум, қадірлі Қазспорт телеарнасының көрермендері, сіздердің назарларыңызда көкпардан тұңғыш рет өтіп жатқан әлем чемпионаты. Және қадірлі көрермен, біз дәл қазір тікелей эфирде өздеріңізге елорданың желкесінде орналасқан Қазанат атшабарынан хабар таратып отырмыз. Жиналған халықта есеп жоқ, ине шаншуға орын жоқ десек болады. Дәл осы 3000 адамнан көп орынға арнайы жасалған Қазанат атшабарының орындықтарының баршасы да көкпар сүйер қауыммен дәл қазір толы. Сонымен дәл бүгін, құрметті телекөрермендер, біз өздеріңіздің назарларыңызға Тәжікстан Республикасының құрама көкпар командасы мен Қытай Халық Республикасының құрама көкпар командаларындағы арасындағы алғашқы ойынды ұсынатын боламыз. Және бұл ойын тұңғыш рет елімізде ұйымдастырылған әлем чемпионатының 3-ші орын үшін айқасы. Жалпы саны 2 ойын болады. Осы ойын аяқтала салысымен сіздердің назарларыңызда Қазақстан құрамасы мен Қырғызстан құрамасының арасындағы өте тартысты бәсеке күтетін болады. Сондықтан арнамыздан алыстамаңыздар, Қазспорт телеарнасы қосулы тұрсын. Және құрметті телекөрермендер, біз өздеріңізге ұлттық қуаты болған ұлттық спортымызды тікелей эфирде назарларыңызға ұсынып отқанымызға өте қуаныштымыз. Жанкүйерлердің көңіл-күйі тамаша, Астана қаласында ауа райы да өте керемет. Дәл қазір, құрметті көрермен, Қытай Халық Республикасы мен Тәжікстан Республикасының құрама көкпар командалары ақырында баяңдап шығып келе жатыр. Міне 11 км сағатына Сарыарқаның салқын самалы есіп тұр, 30 градус жылылықты көрсетеді. Нағыз көкпарға лайықты ауа райы. Сонымен бүгінгі бәсекені тамашалайтын комментаторларыңыз мен Қайырхан Мәулен және менің әріптесім Аян Төлеген болады. Сіздердің назарларыңызда қос команданың ұландары шығып келе жатыр. Құрметті телекөрермендер, жалпы дәл осы тұңғыш рет елімізде ұйымдастырылған әлем чемпионатына 12 мемлекеттен командалар қатысу керек болатын. Дегенмен 11 команда келді. Әзербайжан құрамасы кішкене жарысқа кешігіп келуіне байланысты бұл жарыстан шеттетілді. Сонымен сіздердің алдарыңызда төрешілер, ортадағы төреші, халықаралық дәрежедегі төреші, көкпардан еліміздің 9 дүркін чемпионы Нұрдәулет Момынов. Қапталдағы төрешілер Ырыскелді Байтасов, Зиябек Жеткеров және Сейдулла Жәлелев. Барлық төрешілер халықаралық дәрежедегі төрешілер екенін айта кеткіміз келеді, құрметті көрермен. Сонымен дәл қазір қос мемлекеттің мемлекеттік гимнін тыңдайтын боламыз. Сол гимнді тыңдап болған соң, әрине ойын басталады. Көрермендерді көріп отырсыздар, баршасының қолында Қазақстан Республикасының байрағы желбіреп тұр. Әрине басқа да мемлекеттер өз байрақтарын бүгін желбіретуге асық. Сонымен ең бастысы өте қызық тартыста ойын көру бұйырсын деп тілейміз. Қадірменді ағайын, Тәжікстан Республикасының мемлекеттік гимні. Ал дәл қазір, құрметті көрермен, Тәжікстан Республикасының мемлекеттік гимні.
Қадірменді ағайын қошеметтеріңіз. Тәжікстан Республикасының мемлекеттік гимні шырқалды. Енді Қытай Халық Республикасының әнұранын тыңдаймыз. Қошеметтеріңіз ортадағы төреші жарысты бастауға Ендеше дәл қазір екі команданың құрамдарымен өздеріңізді таныстыратын боламыз, және екі жақта бір-бірімен сәлем сауқат сұрасып болғаннан кейін сәттілік тілескеннен кейін туларын тігеді, сосын ортадағы төреші ойынды бастайды. Сонымен Қытай Халық Республикасының құрама командасы сіздердің назарларыңызда дәл осы тізім бойынша өнер көрсетеді. Бірінші нөмірде Оралтай Оразұлы, екінші нөмірде Мұхат Қуанышұлы, үшінші нөмірде Қанатжан Төлешұлы, төртінші нөмірде Елшат Жұмабай, бесінші нөмірде Думан Жұмабайұлы, алтыншы нөмірде Қайырбек Изатұлы, жетінші нөмірде Нұрболат Тәліпбайұлы, сегізінші нөмірде Есболат Шожықанұлы, тоғызыншы нөмірде Ерболат Тұрсынбай, 10-да Беделхан Оралханұлы, 11-де Қаскер Ердосұлы, 12-ші нөмірде Бекеш Тұрғанбекұлы. Міне Қытай Халық Республикасының тізімі дәл осындай, ал бас бапкер Серік Үсенұлы. Тиісінше олардың қарсыластары Тәжікстан Республикасының құрама көкпар командасы. Міне сіздердің алдарыңызда тізімі. Бірінші нөмірде Хуршет Машробов, екінші нөмірде Рузикул Қараев, үшінші нөмірде Ибот Амиров, төртінші нөмірде Акбар Достеев, төртінші нөмірде Асомиддин Давлятов, алтыншы нөмірде Әлшер Қайтомов, жетінші нөмірде Сагдолла Чоборов, сегізінші нөмірде Асурор Косимов, 9-да Нусрет Шарипов, 10-да Фархот Холов, 11-де Умар Олимов, 12-де Бабароджав Мусаев, ал команданың жаттықтырушысы Ашуров Джамалуддин. Жалпы Ашуров Джамалуддиннің де, Серік Үсенұлының да, Ермек Тоқтарбайдың да, Хакимов Махаматтың да жалпы Қазақстандағы келуінің тәжірибесі өте мол. Азия чемпионаттарына қатысқан. Сонымен қадірлі телегөрермендер, екі мемлекет туралы да айтатын ақпарат өте мол. Ортадағы төреші Нұрдәулет Момынов халықаралық дәрежедегі төреші екенін айттық. Елімізге еңбегі сіңген жаттықтырушы. Сонымен ойынды бастады. Халықтың, жұрттың айғайшы өте тамаша. Уақыт алынды. Сонымен міне Тәжікстан құрамасының жігіттері бірінші болып серкені көтерген сәті. Бұл жан беріп, жан алуға тұрарлықтай ойын өткені тұңғыш рет елімізде ұйымдастырылған әлем чемпионатының бұл үшінші орын үшін кездесуі, қадірлі ағайындар. Осыған дейін жалпы Тәжікстан құрама көкпар командасы қазанаттың дәл осы алаңында көкпар тартып, ол кезде қазандық ет 2013 жылы Азия чемпионатында үшінші орынға тұрақтаған болатын. Міне тамаша шабуыл бұл Тәжікстан құрамасының шабуылы болатын, алайда Қытай Халық Республикасының жігіттері серкені қолдан тартып алған көрдік, және ойын алаңның сыртына шығып кеткеннен кейін ортада жекпе-жек сайысы болады, және бұл жекпе-жек сайысына екі командадан бір-бір спортшы қатысатын болады. Жалпы қадірлі телегөрермендер, сіздердің назарларыңызда міне Қытай Халық Республикасының бапкері әрі жетекшісі, осы команданың ұйытқысы болып жүрген азаматтардың бірі һәм бірегей екенін
айтқымыз келеді. Ортада жекпе-жек сайысы. Қазір жекпе-жекте 5-ші нөмірде Қытай Халық Республикасының ойыншысы Думан Жұмабайұлы өнер көрсетуде, және оның қарсыласы құрметті көрермен 6-ші нөмірдегі Қайтомов Әлшер. Ортадағы жекпе-жек сайысы құрметті көрермен 2 минут уақыт алатыны белгілі, және 2 минуттың ішінде серке жерден көтерілмейтін болса, онда атта адамда ауысуға міндетті. Ойынның 2-ші минуты қазір жалғасып жатыр. Ортада жекпе-жек сайысы. Қытай Халық Республикасының біз жалпы азаматтармен сөйлескен кезде дәл осы көкпардың айналасында жүрген қазір таңда бұл өңірде Іле Қазақ автономиялы облысында Қытай Халық Республикасының Қазанат атты ұйым жұмыс істейді. Сол Қазанат көкпар ұйымы Қытай Халық Республикасынан 50-ге жуық команда жасақтап үлгеріпті. Сол командалардың ішінен биылғы әлем чемпионатына ең мықты дейтін сарбаздарын жинап алып келіп отыр. Десек те тәжірибе аз, соның өзінде де әлем чемпионатына 3-ші орын үшін кездесу өткізу ол үлкен жетістік деп айту құлаққа кіретін дүние, құрметті көрермен. Сонымен жекпе-жекке берілген 2 минут уақыт аяқталды. Қазір жекпе-жектің азаматтары ауыстырылатын болады. Қытай Халық Республикасының 1-ші нөмірдегі ойыншысы жекпе-жек алаңының дәл ортасында тұр. Соған қарағанда Оралтай Оразұлы мен 2-ші нөмірдегі Тәжікстан командасының спортшысы Рузикул Қараевтың арасындағы жекпе-жекті көреміз, және бұл жолы Рузикул Қараев асындағы жиренат пен серкені көтергенін байқап отырмыз. Енді тақымға басу керек. Тәжікстандық жанкүйерлер өте ерекше қолдау көрсетіп отыр. Қандай тамаша тартысты кездесу, ойынның 3 минуты көзді ашып жұмғанша қалай өтіп кеткенін байқағанда жоқпыз. Құрметті телекөрермендер, сонымен бәсеке өте қызу жүріп жатқаны бәрімізге айқын. Бастысы өте таза тартыста ойын өрнегін көрсетсе болғаны. Сонымен 2-ші нөмірдегі Рузикул Қараевтың тақымында әлде болса серке мәренің қақ ортасына жақындауға қанша тырысқанмен Қытай Халық Республикасының қорғанысы өте күшті. Қараңыздар, 2-ші нөмірдегі Мұхат Қуанышұлы қандай серкені тартып жатқан көріп отырмыз. Мұхат Қуанышұлы жалпы аударыспақтың шебері бір жағынан, екінші жағынан Қазақстан құрамасының жігіттерімен бірге жаттығуда тәжірибе алмасып жүрген азаматтардың бірі һәм бірегей екенін айтқымыз келеді. Сондықтан бұл жерде тәжікстандықтарға сақтану керек. Қараңыздар, тамаша шығып кеткен сәті. Бұл салым болуға тиісті. Әттеген-ай! Керемет мүмкіндік еді ғой. Рузикул Қараев мұндай мүмкіндікті жіберіп алуға болмайды. Шіркін-ай. Жай ғана іріктеу кезеңдерінде ойын өрнегін көрсеткендей шабуыл жасады. Мұндай шабуыл расымен де кешірімсіз, құрметті телекөрермендер. Ал дәл қазір шеңберге серке тасталды. Ортада жалпы командалық тартып болады. Дәл қазір сіздердің назарларыңызды қайталап көріністі біздің режиссерларымыз назарларыңызға ұсынды. Әрине алғысымыз шексіз. Енді ортадағы жатқан серкені жалпы команда болып екі жақ таласатын болады. 1 минуттың ішінде егер жерден серке көтерілмейтін болса, онда қайтадан ортада жекпе-жек болу керек еді. Бірақ бұлдай олқылық болған жоқ. Қытай Халық Республикасының балуандары міне қарагермен шабуылдар. Әттеген-ай! Тағы да бір мүмкіндікті жіберіп алды. Қытай Халық Республикасының жігіттеріне де тамаша мүмкіндік болған. Ойынның 5 минуты өтті. Өте тартысты бәсеке. Дәл осы жерден бәсекені ары қарай жалғастыра беруге болады. Сондықтан Қытай Халық Республикасының жігіттеріне босаңсымау керек. Әркім өз туының түбіндегі мәреге тартатыны белгілі. Тағы да Қытай Халық Республикасының жігіттерінің тақымында Мұхат Қуанышұлы. Жаңа ғана тілімізге тек болған осы палуан қазір серкен тақымға басып, дәл мәре сызығының үстіне жақындауға дайын, бірақ қорғанысы да күшті сияқты. Мінекей Мұхат Қуанышұлы әлде болса серкен тақымға басып жүр. Бұл салым болуға лайықты шабуыл. Және құрметті көрермен, салым! Өте тамаша. Есеп ашылды. Бүгінгі ойынның алғашқы есебі де ашылды. Бұл салымның авторы Мұхат Қуанышұлы. Сіздердің назарларыңызда. Ойынның 6-шы минутында Мұхат Қуанышұлы есепті 1-0-ге жеткізіп отыр. Өте тамаша. Жарайсың, Мұхат. Дәл қазір біздің режиссерларымыз қайталап көріністі назарларыңызға ұсынды. Қараңыздар, қандай тартысты
доданың арасынан шығып бұл салымның авторы атанып отыр. Қытай Халық Республикасының жігіттері ерледі. 3-ші орынға бір қадам болсын жақындау үстінде. Кішеңбірде жатқан Серкеге ортадағы төреші Нұрдәулет Момыновтың ысқырығы естілді. Ары қарай талас жалғасады. И снова здравствуйте, уважаемые друзья, любители спорта. Час Икс пробил. Сегодня последний день чемпионата мира по кокпару. Дебютный чемпионат мира по кокпару, который проходит в нашей стране. В самом сердце нашего государства, столице Астане. И на ипподроме Казанат сейчас за 3-е место борются сборные Таджикской республики и наши братья-казахи из Китайской Народной Республики, а точнее из Илья-Казанской автономной области. Как уже говорил мой коллега Каирхан, на самом деле там очень сильно любят кокпар. Более 50 клубов на сегодня существует, и сильнейшие, лучшие из них сегодня показывают свое мастерство перед публикой всей нашей страны. Уже 1-0 в пользу Китайской Народной Республики. На самом деле, наверняка и любители, и болельщики таджикского кокпара, они не ожидали подобного натиска от китайской команды, потому что, напомню вам, таджикская сборная в 2013 году становилась бронзовым призером чемпионата Азии, а на самом деле в ее истории 2 бронзовые награды с континентальных первенств, поэтому, можно сказать, одна из сильнейших на этом турнире. Все свои поединки, все свои противостояния на всем турнирном пути сборная Таджикистана провела очень блестяще. Сейчас жекпе-жек в центре круга между Думаном Жумабаевым и Савдалла Чоборовым. Кто из них сможет в течение 2 минут отобрать Серке в свои руки? Ну, вкратце о самом регламенте, о новых правилах современного кокпара. Как вы знаете, очень много изменений претерпели в последнее время представители этой игры. И в первую очередь нужно отметить, что именно наша страна была законодателем, наверное, вот этих правил в международной арене. Вы видите, что вместо полутораметровой такого спортивного сооружения, раньше он назывался Казан, сейчас у нас просто Мария стоит. Это круг, который защищает в первую очередь от травм самих лошадей, всадников. Ну и есть и обратная сторона этого круга. Вот, например, американцы, которые играли здесь, признавались, что для них попасть на кокпаре, противостояние против кыргызов, вы помните эту игру, 12-6 был в пользу кыргызской команды. На самом деле они сумели, у них получалось попадать в этот круг в море, поэтому большая польза от этого, конечно же, есть для большей популяризации. Ну и, как я уже говорил, чтобы меньше было травм у лошадей, у всадников. Ну и вот зрители Казаната. Сегодня полный стадион. На самом деле это очень приятное зрелище, потому что вы знаете, виды спорта. Ну и Серик Тусенуле, главный тренер команды Китайской Народной Республики. Честно говоря, не совсем хочется повторять постоянно. Будем говорить, что это наши друзья, наши братья-казахи из соседней страны. Очень тяжелое противостояние, конечно же, знали обе страны, что обе сборные, что будет тяжело бороться им за 3-е место. И тем не менее, несмотря на пройденный путь, им нужно сейчас доказать, сделать последний шаг к пьедесталу почета. Вы видите, что таджикские кокпарши уже взяли в свои руки. И 5-й номер сборной Таджикистана Давлатов Асумуддин взял в свои сильные руки Сергей. Пытается, да, бежит он в сторону моря. Получится ли у него? Чуть-чуть поторопился, видите вы, что, ну даже не поторопился, наверняка это у него упала очень тяжелая туша. До 35 килограммов доходит вес Серке. Это муляж, который по современным меркам кокпара видоизменен до неузнаваемости. На самом деле он состоит из различных волокон и большую часть составляет силикон этого предмета. Ну, опять же, это в сторону цивилизованного мира, для того, чтобы из фонда защиты животных не было нареканий. Самое главное, он не разрывается, и играть с ним очень даже можно. И снова рядом с море, в круге, Шенбер называют его в кокпаре. Пытаются в этой сумасшедшей просто возне кокпарши обеих команд захватить первым в свои руки
муляж. И здесь больше шансов, конечно же, у таджиков, потому что ближе находятся они к своему кругу, к своим воротам. Но сейчас, судя по всему, да, поменяли представители Китайской Народной Республики двух игроков из своей команды. Ну и главный тренер Нурдавлет Мамынов, один из самых известных кокпарше в казахстанском. Мы видим, что Мухат Куанышулы и Рузибой Караев из сборной Таджикистана сейчас в течение 2 минут попытаются разыграть Серке в свои руки. Мы видим, как Рузикул Караев все-таки забивает гол или что, все-таки засчитают? Нет. Давайте посмотрим внимательно на этот эпизод. Да, нет, не получилось у таджиков сравнять счет, потому что, как вы знаете, по правилам кокпара, хоть одна часть, хоть 1 сантиметр Серке, если выйдет за пределы круга, то уже снова будут разыгрывать, а не в малом Шинбере. Қадірлі телекөрермендер, міне Тәжікстан құрамасының жігіттері осымен 3 салымда шеңбердің қақ ортасында түсіре алмады. Шабуылдар өте тамаша. Бір-бірімен Серкені алмастырып ойнау өрнегі де тамаша, бірақ Серкені салылмай жатыр. Қазір 5-ші нөмірдегі Давлатов Асументин қалай болар екен? Әттеген ай тағы да мәреге жеткізбей тастап кетті. Әлде мүмкіндік бар Серкені ары қарай ойын алаңында жалғастырып дәл мәренің ортасына тастап кетуге, бірақ Тәжікстан құрамасының жігіттері кішкене шапшаңдықты жоғалтып алған секілді. 1-ші нөмірдегі Хуршет Машрапов қазір Серкені алды, және бұл салым емес, тағы да не деген қиын болды бір салымды салудың өздеріңіз көріп отырсыздар, құрметті телекөрермендер. Қаншама мүмкіндік, осымен 5-ші мүмкіндіктерін жіберіп алды, әттеген ай. Сонымен қадірлі көрермен, дәл осындай үзілістердің кезінде тағы бір ақпаратпен бөлісе кетейік өздеріңізге. Қазақстан Республикасының соңғы уақыттағы чемпионаттары да және әлем чемпионаты дәл осы жасанды тұлыппен, жасанды Серке түсінікті болу үшін айта кеткенімізде жөн шығар, муляжбен ойналып жатқаны белгілі. Халықаралық спорт ойындарының талабына сәйкес Серкені, шын Серкені осындай жасанды Серкелер алмастыруға мәжбүр болды. Нәтижесінде еліміздегі осындай спорт бұйымдарын жасаушы Тоқтарбек Кәкімұлы дейтін азамат осы Серкені жасап шықты. Қазір әлем чемпионатында ешқандай мемлекеттің дауынсыз дәл осы Серкемен ойналып жатыр. Бүкіл әлемдік жануарларды қорғау ұйымы бар, табиғатты қорғау ұйымы бар. Сондай ұйымдардың пәрменімен дәл осындай Серке қазір таңда халықаралық спорт ұйымдарының талабына сәйкестендіріліп отыр. Және бұл да, құрметті көрермен, жалпы қазақ көкпарының, қазақ мәдениетінің, ұлттық санамыздың өркениетке жақындап жатқандығын айғақтатса керекті. Және әлем чемпионатының ұйымдастырушылары, құрметті телекөрермендер, Қазақстан Республикасының ұлттық спорт түрлері қауымдастығы екенін айтқанымыз абзал. Сондай-ақ еліміздің мәдениет және спорт министрлігі бұл қазір салым салуға мүмкіндік бар. Әттеген ай, тағы да уақытынан бұрын тастап қойды Серкені. Енді ортада жалпы командалық тартыс болады. Тәжікстан құрамасының жігіттері өте білекті, өздеріңіз көріп отырсыздар. Жүрек десең жүрек бар, білек десең білек бар. Енді сәл ғана тілектері қабыл болмай жатқан сияқты. Және қадірлі телекөрермен, дәл осы ойын аяқтала салысымен көкпардан тұңғыш рет ұйымдастырылған 1-ші әлем чемпионатының финалдық бәсекесі өтеді, және финалда Қазақстан құрамасы Қырғызстан құрамасына қарсы ойнайтынын жақсы білесіздер. Сондықтан Казспорт телеарнасының қосып экранға жақын отырып, қадірлі телекөрермендер, қызықты бәсекелерді тамашалауға шақырамыз. Ойынның 16-шы минуты жалғасып жатыр. Әзірге Серке ортадағы шеңберде жалпы командалық таласта ат тұяғының астында жаншылып жатқанын көріп отырсыздар. Өте тамаша бәсекені Казспорт телеарнасы тікелей эфирде,
тікелей эфирде назарларыңызға ұсынып отыр, құрметті телекөрермендер. Бұл жалпы тікелей эфирде шыққан көкпардың алғашқы трансляциясы екенімен өздеріңізден сүйініш сұраймыз. Барша қазақ көкпардың жанкүйерлері үшін бұл үлкен қуаныш, бұл үлкен жетістік. Бұл әрине қазақ көкпардың жетістігі десек артық айтқандығымыз емес. Жалпы құрметті көрермен, қазір ортадағы шеңберде жекпе-жек сайысы болады. Оның себебін түсіндіре кетейік. Көкпардың халықаралық қауымдастығы бекіткен ережеге сәйкес, егер 1 минуттың ішінде Серке жерден көтерілмесе, жалпы командалық тартысқа, онда ортада жекпе-жек сайысы болады. Қазір Думан Жұмабайұлы мен Рузикул Караевтың арасындағы жекпе-жекті тамашалап отырсыздар. Рузикул Караев өте тамаша өнер көрсетуде. Астындағы Жирен атыда нағыз жекпе-жекке сай сәйгүліктердің бір екен. Ақжал Жирен мына астында тұрған көк қасқаға ешқандай да дес берер емес. Думан Жұмабайұлы өзі мықты палуан десекте, Рузикулдың бұл жерде жылдамдығы өте керемет өнер көрсетуіне мүмкіндік беріп отыр. Жекпе-жек егер 2 минуттың ішінде Серке жерден көтерілмейтін болса, онда атты адамды ауысатыны белгілі. Ойынның 18 минут өтіп жатыр. Қытай Халық Республикасының жігіттері 1-0 есебімен ұтып келе жатыр, және қарымта шабуылдың нәтижесінде Қытай Халық Республикасының жігіттері бір салымды салғанын өздеріңіз жақсы білесіздер. Енді әрине қалың доданың арасымен салды. Оны үзілісте, яғни 2 таймның арасындағы үзілісте режиссерлар сіздердің назарларыңызға ұсынатын болады, және әрбір таймға берілетін уақыт 20 минут, үзіліс 10 минут, қадірлі телекөрермендер. Мінекей, Рузикул Караев пен 5-ші нөмірде Қытай Халық Республикасының спортшысы Думан Жұмабайұлының арасындағы жекпе-жекке де төрешінің ысқырығы естілді. Демек, ортадағы жекпе-жекке шыққан атты адамды ауысады деген сөз. Қазір Ермек Тоқтарбайұлы міне сіздердің назарларыңызда. Команданың жетекшісі, қасында көмекшісі бар, Серік Үсенұлы, команданың бас бапкері. Жігіттерді алмастырып шығып жатқанын көріп отырмыз. Тағы да Жирен шыққанын көрдік. Бекеш Тұрғанбекұлы мен Бободжарап Мұсаев екеуі де 12-ші нөмірдегі қос команданың ойыншылары. Тәжікстан құрамасының жігіттері тағы да Серкені жерден алған сияқты. Жоқ, бұл жолы кешірім сұраймыз өздеріңізден, құрметті көрермен. Қытай Халық Республикасының қоржынына бір салым салған Мұхат Қуанышұлының ортадағы шеңберде өнер көрсетіп жатқанын байқадық. Әрине, ондай қателіктер орын алуы мүмкін, сондықтан барынша түсіністікпен қарауларыңызды өтінеміз, құрметті жанкүйерлер. Міне, ойынның 19-ші минуты дәл қазір жалғасуда. Мусоев Боворачап қазір Серкені тақымға басып, ары қарай ойынды жалғастырып шабуылға көшуге тырысқанымен Серкен жерге құлатып алған. Ол олқылықтың орын толтырған Умар Олимов. Умар Олимов, қараңыздар құрметті телекөрермендер. Қалай қазір шабуылды ұйымдастырды. Бұл салым болуға тиісті. Әттеген ай тағы да жетпей қалды. Жол ауыр. Қазақ мұндайды тұзы жеңіл деуші еді. Мұнда Тәжікстан құрамасының жігіттерінің тұзы өте жеңіл екен. Бұл 7-ші шабуылы, құрметті көрермен. 7-ші шабуыл. Бірақ салым жоқ. Әттеген ай қазір 1-ші нөмірдегі Оралтай Оразұлына ортадағы төреші Нұрдәулет Момынов қызыл, кешіріңіздер, сары қағазды көрсетті. Бұл 5 минутқа ойыннан шеттетілді деген сөз. Яғни бірінші кезеңді ойнамайды, екінші кезеңде де біраз уақыт тойтарып қалуы мүмкін. Ол әрине төрешілердің шешімімен, жарыстың бас төрешісі Ерлен Оспанов сол азаматтардың шешімімен белгілі болады. Ойынның аяқталуына небәрі санаулы секундтар ғана қалды. Қазір 11-ші нөмірдегі Боворачап Мусоевтың тақымында Серке. Осы шабуыл аяқталды. Енді төрешінің ысқырығыдай естілді. Қадірлі көрермен, кездесудің бірінші бөлімі осылайша өз мәресіне жетті. Нәтижесінде Қытай Халық Республикасының жігіттері 1-0 есебімен алды. Расымен де бұл бір салым Қытай Халық Республикасының жігіттері үшін үлкен жеңіспен пара-пар. Өйткені өздерің жақсы біліп отырғандай, Тәжікстан құрамасының қандай өнер көрсетіп жатқанын көріп отырсыздар. Азиядағы жетістіктерін қайталап қалуы да мүмкін. Барлық шабуыл ойынның басым бөлігі Қытай Халық Республикасы құрамасының жігіттерінде емес, керісінше Тәжікстан құрамасында болып отыр. Сондықтан тартысты бәсекелер орын алуы мүмкін. Міне,
бірінші кезең өз мәресіне жетті және 1-0 есебімен Қытай Халық Республикасының жігіттері алда. Екі таймда өнер көрсетеді және әрбір кезеңге берілетін уақыт 20 минут. Қадірлі телегөрмендер, қазір бірінші кезеңде орын алған ең қызықты сәттерді біздің режиссерларымыз өздеріңіздің назарларыңызға ұсынатын болады және бірінші кезеңде өте қызықты сәттер өте көп екені айқын. Міне, қайталап көрінісінде байқап отырсыздар, алғашқы шабуылдары нәтижесі аяқталған Тәжікстан құрамасының төрешілер, кешіріңіздер, бапкерлері қос елдің де жанып кетуге даяр тұр. Бұл Мұхат Қуанышұлының тамаша салымы болатын және осы бірінші кезеңнің барысындағы тұңғыш әрі жалғыз салым екені даусыз. Қадірлі телегөрмен, дәл қазір қайталап көріністен кейін 10 минуттық үзілістен кейін өздеріңізбен қайта қауышатын болам. Сондықтан Қазспорт телеарнасы әрдайым сіздердің назарларыңызда қосулы тұрсын. Көкпардан бірінші әлем чемпионатының финалдық кездесуіне арнайы қонақ болып келіп отырған президент оркестрінің әншісі Досымжан Таратаев қадірменді ағайын. Аспанат Мекен